Атында машина болған кезде банкротқа тапсыруға болады ма? Бұл қалай болады? Видеоны аяғына дейін көреміз. Жақындарға таныстыра бәріне таратамыз. Кеңес ұнады ма? Пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Мынауыске дейін немесе плюстен қойып отырыңыздар. Ал біз кеттік. Адамның атында көлік болатын болса, ол банкротқа тапсыра алады ма? Әрине тапсыра алады. Мұндай жағдайда сот арқылы емес, соттан емес, сот арқылы банкротқа тапсыру керек болады. Соттан банкроттықта мүлік болмау керек, талабына сәйкес. Ал сот арқылы да мүлік болса, қарызы мөлшеріне қарамай, сот арқылы банкроттыққа тапсырасыңдар. Енді мынадай мәселе бар. Банкротқа тапсырғаннан кейін қаржы басқарушы мүліктерді түгендей бастайды. Егер банкроттық рәсімі басталған кезде, сол кезде көлікті алып, сатып, қарызды өтеуге жұмсау әбден мүмкін. Бұл автокредит болса, онда сол автокредитті кім берді, кімде кепілде тұр, сол кредитор көлікті алады да қарызды сонымен жабады. Ал егер де бұл кепілде тұрмаған жай көлігіңіз болатын болса, онда оны алып сатып, жаңағы кредиттеріңізді жабуға жұмсайды. Мінекей қысқаша осылай.